Мынандай екі теңсіздік берілген, аның бұға қатынасын бағалаңдар. Көбінің жіберетін қателігі аны бұға бөлеміз дейді, 3-ті 6-ға бөледі, 4-ті 7-ге бөледі. Естеріңізде болсын, теңсіздіктерді ешқашан бөлуге болмайды, тек қана көбейтеміз. Яғни А бөлінген Б-ны көбейту арқылы А көбейтілген 1 бөлінген Б деп жаза аламыз. Енді 1 бөлінген Б-ға келтірейік мына жерді. 1 бөлінген Б барлығын 1-ге бөлеміз. 1 бөлінген 6, 1 бөлінген 7. Теңсіздіктер 1-ге бөлген ауыстырғасын төңкеріп түсіргесін қарама-қарсыға ауысады. Енді 3 кіші А-дан 3 кіші 4-тен. Енді мынаны керісінше жазылайық. 1 бөлінген 7 кіші 1 бөлінген Б-дан, ол кіші 1 бөлінген 6-дан. Екеуін көбейтеміз. 3 бөлінген 7 кіші А бөлінген Б-дан, ол кіші 4 бөлінген 6-дан қысқарады, 2, 3 болады. Сонда мұны аралықты жатады. 3 бөлінген 7 кіші А бөлінген В кіші 2.